Hello everyone. Бүгін біз 52-ші мектеп тапсырмаларды орындаймыз. Exercise first. Work in pairs. Write the name of a famous Kazakh sport person for each of the sport below. Мына жердегі каждый спорт түріне бір спортсменнен жазу керек деген тапсырма бұл жерде. Жауабы wrestling ол бізде Дәулет Тұрлыханов. Boxing Геннадий Головкин. Gymnastics Аида Бауыржановна. Гимнастика менің horse riding. Horse riding білесіздер, иә? Атпен жүру. Кулыкбаев Бауыржан. Cycling велосипедист Александр Винокуров. Swimming жүзумен айналысатын Айдар Каскабай. Skiing на лыжах кататься ететін ол Владимир Смирнов. Атлетик Ольга Рипакова. Баскетбол Антон Пономарев. Футбол Самат Смаков. Және айс-хоккей ол бізде Ник Антропов. Екінші тапсырма read and listen to the text, answer the questions. Текст оқып, сұрақтарға жауап беру керек. Қазір мен текст оқып беріп отырсам ол ұзақ уақыт алады. Ол жердегі текстте қазақтың ұлттық ойындары туралы, бұрынғы замандағы ойындар, ол ойындардың қазақтарға, вообще адамдарға қандай пайдасы сол туралы айтылған. Өздеріңіз оқып аласыздар. Тапсырманың жауабы, сұрақтардың жауабы мына: Who were the first people to domesticate horses? Адамдар, жаңағы аттарды, жылқыларды бірінші қолға үйреткен кімдер деген сұрақ жауабы. People in the Akmola province of Kazakhstan. Ақмоланың адамдары. Екінші, why were horse games and competitions so important in Kazakhstan in the past? Аттар мен ойын, жарыстар неге соншалықты важны болған Қазақстанда дейді жауабы. Horse games and competitions were important in Kazakhstan because they showcased bravery, skill and social status in a nomadic culture where horses were central to daily life. Себебі аттарды игеру деген сияқты навыктар ол заманда бізге қатты керек болған қазақтарға, иә. Ол да өзіндік бір жетістік, сол заманның үйренетін нәрсесі болған. Үшінші, how old do you have to be to play байга? Байгеге қатысу үшін жас қанша да болу керек? Жауабы for boys aged 7 to 14. 7-ден 14 жасқа дейін. Which competition is for boys, men and women? Қай жарыс түрі ұлға да қызға да қатысты? Бұл бізде қыз қуу. When and where was the first world көкпар championship? Қайда және қашан болды көкпар сайысы? Ол бізде 2017 жылы Астанада өткен. Үшінші тапсырма read the rule and the examples. Then add the words in below in the text to the correct categories. Мына жерде 4 категория берілген. Осы жерге текстегі көкпен жазылған сөздерді қою керек. Бірінші категорияға deep rooted, well trained деген сөздер кіреді. Екінші категория fast running. Үшінші категорияға high speed, long distance. Төртінші категория well known және world famous деген сөздер кіреді. Exercise 4. Complete the sentence with compound adjective from exercise 3. Мына жерге жаңағы үшінші тапсырмадағы сөздерді қою керек. Бірінші сөйлем: Данияр Елеусінов is a well known heavyweight boxer. Данияр Елеусінов бізде знаменитый боксер дейді. Екінші, the Сарыарқа velodrome is just a long walk from the Астана арена. Сарыарқа велодром ол ұзақ дистанцияда орналасқан Астана аренада. Үшінші, the horse games polo cross and horseball are similar to көкпар, but the players use well trained objects instead of animals. Well trained деген сол шынықтырылған. Төртінші, the Tengri Ultra Trail is a fast running race for experienced runners. Fast running деген тез жүгіретін деген сөз. Мына жерге осы сөз тура келеді. Себебі бұл жерде жүгіруге қатысты жарысты айтып тұр тексте. Бесінші, I am on a diet, so I only eat low calorie high speed food. Мен диетадамын, сондықтан мен low calorie калориясы аз, high speed дегеніміз тез сіңірілетін тамақ деп тұр. Бесінші жаттығу write a description of a sport you like, include information about. Мына жерге өздеріміз жазу керек. Біз әр адам өзі бір спорт түрін алып, соған описание беріп, және мынау үш информацияны қосу керек. The history of the sport, ол спорттың шығу тарихы, және де сол спорттағы беделді адамдар туралы. Мысалы, мен волейболды алдым. Волейболдың шығу тарихы 1895 жылы Уильям Морган ойлап тапқан екен. The game is played by two teams of 6 players. Мына жерде ойынның қалай ойналатыны туралы жазылған. Players use a volleyball and net. Net дегеніміз ол волейболдың ортасында тұратын сетка, иә. And they must follow rules like serving, passing and speaking. Және ең атақты адамдары Карч Кралли from USA. Ол олимпиада ойындарынан алтын медаль алып жеңген. Volleyball is popular worldwide, exciting game. Осы жерде мен волейбол туралы айттым. Әркім өзі біледі қай ойынды жазса да.